Сол келгенде енесі Бейнұрға осылай бір шешіліп сөйлеген. Өзі берген қазанға ертесі әдемі, дәмі ауыздан кетпейтін палау пісірді. Сөйтсе марқұм ұлына Астанаға бой жазып келген екен. Соңғы рет өз қолынан ұлы мен келініне, немерелеріне татырған дәмі екен. Артынша ауылға барған соң бір айға жетпей енесі Ақсырға үлкен ұлы Көкбосынның қолында қайтыс болды. Бейнұрға кейін енесі айтқан сөздері қайта-қайта есіне оралып жүрді. Бір күні күйеуі Есболсын 3 бөлмелі пәтер алып Есілдің сол жағалауына көшетін болды. Үйдегі заттардың бәрін буып-түйіп, әрине Бейнұрдың еншісінде. Бұл отырған 2 бөлмелі пәтерін барлық жиһаз жабдықтары мен үйді сатып алатындарға қалдырды. Ас үйдегі жабдықтан Бейнұр септірі қымбат ыдыс аяғын өзіне алып кетуге жиыстырды. Осы кезде шкафтың бұрышында тұрған қара қазанға көзі түсті. Мұны не істеу керек? Қазан қайда? Деп сұрайтын ене жоқ. Ойланып жатпастан целлофанға оралған күйі даладағы қоқыс жәшігінің қасына апарып қойды. Біреулерге керек болса алар деді. Дәл сол күні жаңа ғана тұрмысқа шыққан Айзада қоқыс тастауға келді. Көзі дөңгеленген бір қазанға түсті. Жас отбасы болған соң бәрі керек. Өткенде бір қазан алғысы келген, алайда ақшаны үнемдеп ала алмай келесі айлыққа қалдырған. Егер мына қазанды алып жуып шайып пайдалансам нем кетеді? Бір байлар мұны қажетсінбей тастаған шығар. Әбден ысқылаймын, тазартамын, пайдаланамын деді де жас келіншек қазанды үйіне алып келді. Өзі есептеген қаражатты үнемдегеніне көңілденіп сала берді. Пәтер ақыға онша төлейміз, тамаққа мұнша қалдыруымыз керек. Бір айлық жол жүретін билетке мұнша қалу керек деп айлық алғанда бөлшектегенде де дым болмайды. Қазан бар, қалған ыдыс аяқ әзірге тоқтай тұрады деп көңілденгені сол. Ертесінде қазанды ерінбей ысты. Бұрын қатты ысылмаған қазан екен, ысқан сайын жарқырай түсті. Ішінде сыртын да ысып, Айзада оны су жаңа етті. Айзаданың әжесі айтып отыратын, қандай да бір жаңа ыдысты пайдаланар алдында жақсы тілек айтып барып қолдану керек дейтін. Сол есіне түсіп, қазанға су құйып жатып, қазаным, асымды мол қыл, жұғымды ет, татымды қыл, үйіміз берекелі болсын, қазаннан ас түспейтін берекелі болсын, әумин деп өзінше тілек айтты. Осыны айтып тұрып, аузыма түспейтін сөздер қайдан түсіп жатыр? Құдай-ай, нағыз әжелердей деп таңғалды. Артынша Айзаданың күйеуі Жахан қуанышты хабар алып келді. Біздің мекемеде бір кісі Жапонияға отбасымен 2 жылдық оқуға кетті. Ол пәтерін 2 жылға маған қалдырды. Пәтерақы төлемейміз. Тек ай сайынғы коммуналдық төлемдерін төлеп тұрсаңдар болды деп келді күйеуі. Ертең көшеміз. Айына 90 мың төлейтін пәтерақыдан құтылғанына екеуі де мәз болды. Жаңа пәтерге көшіп, олар үлкен дастархан жасап, ұжымдағыларын шақырды. Қоқыстан табылған қазанның ішінде жылқының еті бүлкілдеп қайнап жатты. Бұдан кейін қуанышты хабар Айзаданың аяғы ауыр болып, оның қуанышы аталды. Дүниеге ұл сәби келді. Оның тойы тойланды. Қара қазан ылғи қайнаудан босаған емес. Жаханның қызметі өсті, тойланды. Жахан мемлекеттік бағдарламамен берілетін үй кезегіне ілікті, тойланды. Одан соң көп ұзамай үй алды, тойланды. Жас отбасы осылай үсті-үстіне бақытқа кенеле берді. Айзада жас та болса аңғарғыш. Негізі осы қоқыстан тапқан қазанымда құт бар. Өлләхи, шын деп күйеуіне үнемі айтып отырады. Ал қазанды тастаған Бейнұр мен Есболсынның жаңа көшіп келген 3 бөлмелі пәтері құта келмеді. Кеден комитетінде қызмет ететін Есболсынға қарадан қарап жала жабылып істі болды. 3 бөлмелі пәтері сатылды. Қымбат көлігі ол да кетті. Сотқа, қорғаушыға ақша керек болып, Бейнұр үйдегі сатуға болатын дүниенің бәрін сатты. Септірі қымбат ыдысын арзан бағаға беруге мәжбүр болды. Өзінің бағалы алтын меруерттеріне дейін аямай ломбардқа өткізді. Әйтеуір 2 жыл дегенде жазықсыз жаладан арылып, Есболсын бәрінен құтылдау.
енді қазір жұмыссыз. Інісі істі болғаннан кейін ағасы ауылында ағайындарды жинап құдай ас берген. Ауланың ішінде үлкен қара қазанда тұтас бір қойдың еті қайнап жатты. Әйелдер жағалай отырып етке нан әзірлеуде. Үйдің көлеңкесінде жас нәрестесін емізіп отырып Бейнұр бірден ошақ басына жүгірді. «Жеңеше!» деді ол абысынына. «Мынау үлкен қазан, баяғыда апам берген қазан ғой?» «Иә» деді. «Дәл өзі, жай сұрадың ба? Маған елде отырсың, саған осы қазан лайық деп маған берген. Саған өзінің қолындағы күнделікті ұстап жүрген қазан берген еді ғой?» «Иә жеңеше, берді. Мен дұрыс жасамадым. Сол қазанда құт бар еді ғой. Мен құрттым. Оны құтты қашырдым жеңеше. Апам байғұс қайтыс боларының алдында үйге келгенде айналайын, түсінесің ғой, ақылың бар ғой деп жұмсарта отырып бәрін түсіндіргенін түсінбеппін. Ақымақтығымды қарашы жеңеше деп солқылдап жылап жіберді. Сол жерде ағайындылардың әйелдері жиналып, не болды, неге жылап жатыр деп сұрап әуре болуда. Бейнұр солқылдап әбден жылап болған соң енесінің өз үйіне келгендегі қазан тарихы жайлы әңгімесін және қазанды құрметтеу жайлы өсиетін, соңғы рет өз қолымен дәмді палау әзірлеп бергенін айтып бергенде әйелдер түгелдей көздеріне жас алды. Шіркін, Ақсырға енеміз алтын адам еді ғой, бүкіл ауыл әлі тамсанады. Ол кісінің істеген істеріне деп әрқайсысы еске алысты. Анау 3 бөлмелі үйге көшерде қазанды қоқысқа өзім апарып тастадым ғой. Ал содан соң қараңыздаршы, сол үй бізге опа берді ме? Бермеді. Миыма мына бүгін үлкен дәу қазанды көргенде келіп отыр. Өкініштімін, қайтейін. Апамның айтқанын істемегені ме, ырыс несібе дегеннің түп тамырын түсінбегені ме, дей берді Бейнұр. Оқыған Шығыс қызы. Достар, менің баяндап айтып беріп жатқан әңгімелерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұл сіздер үшін 1 минуттық іс болғанымен, менің арнамның дамуына қосар үлестеріңіз зор болмақ.